Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қандай өмір сүрді, қараңыздар, құрметті ағайындар. Bir күні Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйінде жатқан уақытында Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи үйіне кірген екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи үйі Тур мешіттің жанында отырған Айша анамыз радиаллаху анханың үйіне. Аллаху алам. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның астында бір төсеніш болды. Басына құрманың жапырақтан болған жапырақтарынан жиып қойған сол жастаныш болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи соның үстінде жатып, жүзіне жапырақтың ізі түсіп қалған екен. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху сол көріністі көрген кезде жылап жіберді. Жылағанынан Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам орнынан тұрып кетті. Көздерінің жасы ақты дейді бір хабарларда. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам орнынан тұрса, Омар ибн Хаттаб жылап тұр екен. Омар ибн Хаттабқа қарап, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ей Хаттабтың ұлы Омар, неге жылап тұрсың?" деп еді. Омар ибн Хаттаб өзінің ойын жеткізе алатын батыл адам еді пайғамбарға. "Я Расулалла" деді, "сіздің мынау жатқан көрінісіңіз мені жылатты." Былай айтқанда парсының Кисро дейді, парсының патшаларын Кисро деп айтады. Парсының патшалары Кисро, жаңағы үлкен-үлкен сарайларда, үлкен-үлкен сөрелерде жатыр дейді, жаңағы дивандарда жатыр. Мынау Рум империясының керақылдарын, патшаларын қарасаңыз, үлкен-үлкен сарайларда, үлкен-үлкен жаңағыдей неде жатыр? Сөрелерде, дивандарда жатыр дейді. "Я Расулалла" дейді, "адамзаттың асылысыз ғой сіз. Алланың ең сүйікті пендесісіз. Сіздің көрінісіңіз мені жылатып тұр. Бізге рұқсат беріңізші, біз сізге бір үлкен сарай тұрғызып, үлкен бір жақсы жағдай жасап, соның үстінде демалсаңыз болмай ма?" дейді. Міне пайғамбарға осындай оқиға орын алған тарихта. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Омар ибн Хаттабқа ренжіп былай сөйлеген екен: "Ей Хаттабтың ұлы Омар, сен ақырет пен бұл дүниенің арасында әлі таңдау жасамағансың ба?" дейді. "Әлі таңдау жасамағансың ба? Бұл дүниенің жақсылығы оларға, ақыреттің жақсылығы бізге. Соған сен разы емессің ба?" дейді. Міне құрметті ағайындар, біз бұл өмірде қаяққа кетіп бара жатқанын түсініп атқан жоқ адамдар. Қаяққа бара жатқанын түсініп атқан жоқ. Біздер ақыретке кетіп бартқан жолаушылармыз, өлім сапарына кетіп бартқан жолаушылармыз. Әрқайсымыз осы Құран мен пайғамбардың сүннетімен бақытты бола аламыз. Егер де осы екі жолдан бақыт таппаса, адам өмір бақытсыз болады ол. Еш жерден бақыт таба алмайды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен бұл дүниеде бір жолаушы сияқтымын" деді. Яғни бір жолаушы. Мекке мен Мадинаның арасы, былай айтқанда, Араб түбегі өте, Саудовский Арабия деген өте экватор сызығының үстіне орналасқан ыстық мекендер. О жерде жолаушылар міндетті түрде көлеңкелі жерді, жолда кетіп жатқанда күннің ыстықтығынан көлеңкелі жерге барып, кішкентай дем алып алғанды жақсы көреді. Олар соны жақсы көреді. Жолға шыққан кезде талдың түбіне тек қана күннің ыстығынан қорғану үшін, салқын дем алып алу үшін кіреді. Мұны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, оларға жергілікті, түсінікті көрініспен айтты: "Мен жолға кетіп бартқан бір жолаушы сияқтымын." Бұл өмірде солай айтып жатыр. "Мен бір талдың түбіне өзімнің қажетім үшін, сол жерден бір күш жинап алу үшін кішкентай ғана аялдайтын адам сияқтымын" дейді. Біз бұл өмірде осылай аялдаймыз деген сөз бұл. Бұл дүниеде біздер кішкентай ғана аялдайтын уақытты болмайтын нәрсеге ысырап қылмау керек адам өмірін. Бұл аялдамада біздер өзімізге қажетті нәрсені алып шығып кетуіміз керек. Алла сабыр қыл деді ма? Алла сабыр қылу керек. Бұны бізді жанымыздан айтып, бір шариғатта жоқ нәрсені айтып атқан жеріміз жоқ. Иншаллах. Құда қаласа, инналлаха мa'ас-сабирин деді ма Алла Тағала? Шындығында Алла Тағала сабыр қылушылармен бірге деді ма? Сол нәрсе жеткілікті адамға. Сол нәрсе жеткілікті. Мұңың бар ма, зарың бар ма, бәрін Аллахқа айту керек. Ғұламалар айтады, егер дос іздесең, Алла саған дос болуға лайықты. Сырыңды айтасың ба, жырыңды айтасың ба, Алла тыңдайды. Бірақ оны ешкімге жария қылмайды. Және де Алла Тағала сол сенің мұңыңды да, қайғы қасіретіңнің орнын толтыратын ең ұлы зат. Сенің тілеген нәрсеңді беруге құдіреті жететін зат. Міне соған шағымдануымыз керек біз. Адамдарға қайта-қайта шағымдана бергенше болмайды. Алла Тағала жақсы көрмейді. Адамға шағымданып атқан Алла Тағала жақсы көрмейді. Bir hadisi Kudüs'te
пендем, сенің жамандығың маған жеткен кезде мен періштелерге шағымданбайтындай, мен саған бір сынақ жіберсем, неге сен адамдарға шағымданасың деп. Біз Аллахқа айтуымыз керек, зарымызда, мұңымызда, қиналған кезде де. Алладан сұрауымыз керек барлық нәрсені. Осы нәрсе, осы түсінік әрбір мұсылманның жүрегінде болса, ол адамнан бақытты адам жоқ, иншалла.